жұмыс ретінде Ақмырзаева Арайлым оқушымызға осы симметрия ұғымы және оны қолдану жайлы туралы айтып беру керек еді. Дайындап беру керек еді. Менің шығармашылық жұмысымның тақырыбы симметрия ұғымы және оның қолданылуы. Симметрия ұғымы барлық жерде, табиғатта, техникада, өнерде, ғылымда жиі ұшырасады. Симметрия ұғымы адам шығармашылығының көп ғасырлық ғасырмен тығыз байланысты. Симметрия принципі физика мен математикада, химия мен биологияда, техника мен архитектурада, бейнелеу өнер мен скульптурада, поэзия мен музыкада маңызды рөл атқарады. Осыны оқып бермеді. Және де жануар әлеміндегі симметрия. Тірі организмдердің симметрия тек сұлулық үшін ғана емес, ол ең алдымен оларды қоршаған әлемге бейімделуімен, олардың тіршілік етуімен байланысты. Көбелектің сол және оң қанаттарының симметриялығы математикалық қатаңдықпен айқын көрінеді. Әрбір қар мұздақталған судың кішкентай кристаллы. Қардың пішіні әртүрлі болуы мүмкін, бірақ олардың барлығы симметрияға ие. Симметрия тек жануарларда түрінде ғана емес, реңінде де бояуында яғни байқалады. Рең қоршаған ортаға бейімделу тәсілі болып саналады. Өсімдіктер әлемдегі де симметрия. Өсімдіктер әлемдегі симметрияларда бар. Жапырақтар, гүлдер, бұтақтар, жемістер де айқын симметрияға ие. Бұл табиғат әлемдегі қызықты фактілер, бірақ адам өзі табиғатқа жатады. Және де ол да симметриялы фигура болып есептеледі. Математика бұл түрі және жансыз табиғатта симметрияны зерттеу аппараты болып есептеледі. Симметрия сұлу болу және бұл симметриялы және пропорциалды болу деген. Бұл грек философы Платонның сөзі. Симметрия грек сөзінен аударғанда мөлшерлес деген сөзді білдіреді. Грек сөзінен алынған. Ол бірдей өлшемдегі белгілі бір реттелген орналасқан деген ұғымды білдіреді. Симметрия түрлері осьтік симметрия, сетрлік симметрия деп екіге бөлінеді. Рахмет, және де өте түсінікті болды. Сонымен грек сөзінен аударғанда мөлшерлес бірдей өлшемділікті, реттілікті білдіреді екен,